Бәріне сәлемдер, сіздермен бірге бөрте. Бүгінгі видео бізде простой влог емес. Бұл влогта мен сіздермен бірге әлем фест концертіне баратын боламын. Қызық болған деп тұр, потому что мен ол жаққа волонтерствомен баратын боламын. Короче, достар бізді группаға бөлді. И мен қазір мынау W6 деген секторда боламын. Тут такой классный вид. Что здесь потом тогда Ален происходит. Мы будем тут охранять. И потом по одному шоу концерт болады. Классно. Арке. Мой сегодняшний образ. Блин, я тяну. Прям тағыраңдар. Что? концерте волонтер болып жүрмін. Мен қазір ночью в W6 как билет тексеремін. И наш там сидит сондай посадка, то есть вот. Осындай бізге беріп жіберді. Здравствуйте, не запускают, да? Просто запускают. Что не запускают? Нельзя? Не знаю, вот здесь сказали, что нельзя. Нет такого, да? Так, вам наверх. Захожу наверх. Билеты проверяем. Уже скоро.
Давайте вместе чуть-чуть напряжемся и отлично проведется. Все, так, наша, в целом, давайте представлюсь, наша Осымен видео аяқталды достар. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Если ұнаса, лайк басып кетіңіздер, маған подписаться етіңіздер. Мен инстаграм парақшама да тіркеліп кетсеңіздер болады. Ол жақта мен стористер салып активный болуға тырысамын. Поэтому вот, мен инстаграм аккаунтым. Бүгінгі влог жайында айтатын болсам, біз, сол волонтер болып жүрдік. Өзім көрмейтін, тыңдамайтын артистер болған соң маған қатты қызық болған жоқ. И, кстати, біз таңғы 1-ден кешкі 11-ге дейін жүрдік. Потом үйге таксимен қайттық, конечно. Вообще, енді маған волонтерство жағы ұнады ма? Я, ұнады. Но минус в том, что кішкене шаршайсың. Кішкене емес, плотно шаршайсың. 12-ден де берейікші, 12-ден сағат түнгі 11-ге дейін жүру. Это 12 сағат қой, почти 12 сағат бойы ужас. Еще почти отырмайсың ғой, тұрып прям жұмыс істейсің. Бірақ бәріне ответственно қарауға тырыстық, билеттерді тексеріп, кейде ұрысқанда моменттер болды. Кейбір қонақтар, тыңдамайтын қонақтармен конфликт болды. Но по-любому вообще күшті. Новый адамдармен таныстым. Тағы да міндетті түрде барам деуші едім, если шақырып жатса, болып жатса. Күшті опыт болды, честно. Именно организация жағынан өте жоғары деңгейде өтті. Біз волонтерлар болып өзіміз барлығы почти көбісі ответственно қарап күшті болып жүрді, потому что бізде каждый раз WhatsApp-тан жазып отырады. Арасында қыздармен ауысып концерт көруге де болады. Мен де өзімнің жұмысымды там на 100% істеп кеттім деп айта аламын. Билеттерді вот прям точно тексересің, қай ряд, кімде бар, кімде жоқ, правиланы айтып, как она есть, сөйтіп ответственно атсалыстық қой.